Көлік аударылды. Абай Амангелді көшелерінің қиылысында екі көліктің қатысуымен жол көлік оқиғасы тіркелді. Күнтізбедегі қызыл күн. Қазанда қазақстандықтар қанша күн демалады? Абай Амангелді көшелерінің қиылысында Toyota Camry және Mazda маркалы екі көліктің қатысуымен жол көлік оқиғасы болды. Оқиға салдарынан Mazda аударылып қалған. Оның жүргізушісі 19 жастағы бойжеткен шынтақ буынының жұмсақ тіндері зақымданып, қалалық көпсалалы ауруханаға жіберілді. Абай Амангелді қиылысында Mazda автокөлігі мен Toyota маркалы автокөлік жол көлік оқиғасы орын алды. Mazda автокөлігі солға бұрылу барысында Toyota маркалы тіке келе жатқан Toyota маркалы автокөлігіне жол бермей соқтығысты. Соның салдарынан Қазақстан Республикасы жол жүру ережесінің 13-ші тармағының 104-ші бөлігін бұзды және Mazda автокөлігінің жүргізушісіне әкімшілік хаттама толтырылды. Қазақстан Республикасы кодексінің 610-ші бабының 1-ші бөлігі бойынша. Және Mazda автокөлігінің жүргізушісі Балқаш қаласының көпсалалы ауруханасына жеткізілді. Балқаш қаласының тұрғындары мен қонақтарын осы Балқаш қаласының жол жүру ережесін қатаң сақтауын сұраймыз. Өйткені Балқаш қаласына көріп отырсыздар, жердің көп жерлері қазылған, және сол себепті жаяу жүрулеріңізді сұраймыз. Айта кету керек, соңғы 9 айда қалада жеңіл көліктердің қатысуымен 95 жол көлік оқиғасы тіркелген. Тәртіп сақшыларының айтуынша, жол көлік оқиғаларының көбі бағдаршамның қызыл түсіне өтіп кетіп, жол ережесін сақтамау салдарынан болады. ББС 2 саяжай қоғамдастығында ағаш сарайы өртенді. Құтқарушылар оқиға орнына жеткен кезде өрт аумағы 75 шаршы метрді құраған. Қызыл жалын саяжайда орналасқан ағаш сарайды шарпыған. Өрт кезінде саяжайда бір адам болған. Абырой болғанда ешкім зардап шеккен жоқ. Төтенше жағдай басқармасының мәліметінше, учаскенің иесі ағаш сарайға іргелес аумақтағы қоқыстарды өртеген. В ходе тушения пожара было задействовано 10 человек личного состава. Өртті сөндіруге жеке құрамнан 10 адам және 2 техника жұмылдырылды. Өрттің шығуына қоқыс жағу кезінде өрт қауіпсіздігі ережелерін бұзу себеп болған. Балқаш қаласының төтенше жағдайлар басқармасы қала тұрғындарына өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтауды ескертеді. Меншік нысанына қарамастан елді мекендер мен ұйымдардың аумақтарында тез тұтанғыш қалдықтардан, қоқыстардан, жанған ыдыстар, құрғақ шөптер, үлпілдеп және жанғыш материалдарды өртенгеннен кейін тазалау қажет. Өрт жағу, қалдықтар мен контейнерлерді жағу ғимараттар мен құрылыстардан кемінде 50 метр қашықтықта жүзеге асырылады. Төтенше жағдай басқармасы қазіргі уақытта Қарағанды облысында өрт қауіптілігінің 4-ші класы бар екенін ескертеді. Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 996 тармағына сәйкес меншік нысанында және өзге де жерлерде өрт қауіптілігі жоғары жағдайында құрғақ шөптік өсімдіктерді өртеуге тыйым салынады. Фактілері анықталған жағдайда кінәлілерге әкімшілік шара қолданылады. Қалалық әкімдікте мәслихаттың экономика және бюджет жөніндегі тұрақты комиссияның бірлескен отырысы өтті. Мәслихат төрағасының қатысуымен өткен жиын қалалық мәслихаттың кезектен тыс сессиясымен жалғасын тапты. Бюджет қаржысының тиімді жұмсалуы басты назарда. Қазіргі таңда коммуналдық тұрғын үй қорын жөндеу номер 7-ші 45 пәтерлі жалдамалы тұрғын үй қорының құрылысы аяқталып, номер 8-ші тұрғын үй құрылысы жалғасуда. Дополнительный запуск материалов для уличного освещения, на покрытие нормативно-технических потерь КГБ Балхаш-Энерго, на проведение комплексного технического обследования строительной конструкции дома номер 10 по Караминке, на мероприятия по социальной защите населения, дополнительно на проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий и на обеспечение деятельности госорганов. Қалалық мәслихаттың 17-ші кезектен тыс сессиясының күн тәртібінде 2024-2026 жылдарға арналған Гүлшат пен Саяқ кенттерінің бюджеті туралы шешімге өзгерістер енгізу туралы сұрақ қаралды. Бұл жайында экономика және қаржы бөлімінің басшысы Зәуре Шылыкова баяндады. Экономия по госзакупкам сложились в сумме 10,5 миллионов тенге. Значит, они полностью все направлены на ремонт помещений здания акимата поселка Саяк. По бюджету поселка Гульшат, там небольшая сумма экономия, около 500 000. По госзакупкам тоже направлена на содержание аппарата акима поселка.
Жиын барысында тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы мамандары Қоңырат шағын ауданында өртенген үйдің шатырын жасап береміз деп уәде етті. Естеріңізге сала кетейік, тамыздың ортасында Горняцкая көшесі 36-шы үйдегі пәтерден өрт тұтанған еді. 2 қабатты 12 пәтерлі тұрғын үйдің шатыры мен төбелерінің ағаш конструкциялары, тұрмыстық заттар мен жиһаздар, терезе мен есік блоктары жалпы ауданы 400 шаршы метр жанып кеткен. Екінші жанған үйдің төбесін Жиын соңында қала әкімінің Балқаш қаласының құрметті азаматы атағын беруге ұсынылған тұлғалардың материалдары қарастырылып талқыланды. Мәслихат депутаттары бір ауыздан 3 кандидатураны таңдады. Айдана Неспай, Әлбек Садвакасов, Өркен Медиа. Қала әкімдігі мен Қазақмыс корпорациясы бірлесіп ұйымдастырған экологиялық акция бүгін тазалық шарасымен жалғасын тапты. Шара Балқаш жасыл ойындары деп аталды. Медициналық колледж аумағындағы жағалауда өткен сенбілікке қаламыздың 16 мектебінен 200-ден астам оқушы қатысты. Сенбілік медициналық колледж жағажайынан басталып, мәңгілік алау аумағына дейін өтті. Оқушыларды ынталандыру үшін ұйымдастырушылар ең көп қоқыс жинаған мектепке сыйлық дайындады. Алдамай! 1, 2, 3 бастаймыз! Сенбілік барысында балаларға су беріліп, балмұздақ таратылды. Естеріңізге сала кетейік, Балқаш жасыл ойындары эко акциясы 7 қазанда басталған болатын. Оған 2 іс-шара кіреді: футбол жарысы және сенбілік. Акцияның мақсаты қоршаған ортаны жақсарту және қорғау, жастар арасында экологиялық мәдениетті тәрбиелеу, қоғамдық орындарда тазалықты сақтау және мектеп оқушылары арасында футболды кеңінен насихаттау. Бүгін Қазақмыс сенбілік ұйымдастырды. Кеше бізде жарысқа бардық. Бәрі тамаша болды. Тазалық жақсы жүріп жатыр. Қазақмысқа көп рахмет. Байқауды ұйымдастырған Қазақмысқа көп рахмет. Ал біз енді ғана бастадық. Соңында бізге сыйлық беретін шығар. Сенбілік барысында пластик бөтелкелер, полиэтилен пакеттер және тұрмыстық техника, жиһаз сияқты көлемді қоқыстар жиналды. Сегодня у нас день субботника. Бүгін бізде Жасыл Қазақстан бағдарламасына арналған сенбілік өтуде. Бұл балаларды қоршаған ортаға ұқыптылықпен қарауға, балаларды айналаға және көшеге қоқыс тастамауға үйрету. Сәйкесінше біз акцияны аяқтаған кезде балаларға берілетін бөлек сыйлықтарымыз бар. Спартакиада қатысушыларына бөлек және ең көп қоқыс жинаған командаға бөлек сыйлықтарымыз бар. Сенбілік қорытындысы бойынша Михаил Русаков атындағы мектеп-интернатының оқушылары ең көп қоқыс жинаған. Олардың жинаған қоқыстары 500 келіден асады. Екінші орында Әл-Фараби атындағы мектеп. Оның оқушылары 350 келі қоқыс жинаған. Үшінші орын Ыбырай Алтынсарин атындағы номер 25 мектептің балаларына бұйырды. Олар да 350 келі қоқыс жинады. Жалпы сенбілік аясында мектеп оқушылары 3 тоннадан астам қоқыс жинады. Қазан айында 5 күндік жұмыс аптасында істейтін қазақстандықтар үшін 9 күн демалыс пен 22 жұмыс күні болмақ. Қосымша демалыс республика күнін мерекелеуге арналған. 2022 жылдан бастап бұл мереке ресми демалыс күніне айналды. Республика күні алғаш рет 1990 жылы Қазақстанның мемлекеттік егемендігі туралы декларацияның қабылдануының құрметіне белгіленді. Биыл ол күн жұмаға түсіп тұр. Бұл еліміздің көптеген тұрғындарына 3 күн қатарынан демалуға мүмкіндік береді. Яғни 25, 26 және 27 қазан күндері жұмысқа шықпайды. Дегенмен 6 күндік жұмыс аптасында істейтіндер үшін жағдай сәл басқаша болады. Қазанның 25-і демалыс күні, ал 26 қазан жұмысқа. Одан кейін 27 қазан жексенбіде тиісінше демалмақ.